Атамыз Қуандықов Мұхамедғали Айтмұхамбетұлы. Кішіпейіл, еңбекқор, отбасы мен еліне адал жан еді. Өмір жолы өнегеге толы, артында ұлағатты іс қалдырған тұлға. Оның сабырлы мінезімен даналық әр ұрпағына үлгі болып келеді. Мұхамедғали атамыз 1950 жыл желтоқсанның 16 күні өмірге келді. Үйдің тұңғышы болғандықтан ерте жастан жауапкершілік пен қамқорлықты сезініп өсті. Өзінен кейін 4 қарындасы дүниеге келді. Әкесі Ұлы Отан соғысының ардагері, ел қорғаған ер жүрек азамат еді. Алайда тағдырдың жазуымен өмірден ерте өтіп, шаңырақтың бар ауыртпалығы жас Мұхамедғалидің иығына түсті. 25 жасында атамыз қарындастарына әке орнына әке болып, оларға орған, тірек, ақылшы аға болды. Сол кезден бастап оның өмірлік ұстанымы отбасы алдындағы жауапкершілік пен мейірімге толы қамқорлыққа айналды. Кейін атамыз Щучинск қаласында орналасқан Бурабай ауыл шаруашылық техникумын тәмамдады. Жастайынан білімге құштар, еңбекқор, өмірден өз орнын табуға ұмтылған азамат болды. Оқуын аяқтаған соң атамыз отан алдындағы борышын өтеу мақсатында әскер қатарына шақырылып, Ресейдің солтүстігінде Мурманск қаласында 2 жыл бойы теңіз флотында қызмет етті. Қиын климат пен ауыр жағдайға қарамастан, атамыз әскери міндетін абыроймен атқарып, тәртіп пен ерік жігердің нағыз мектебінен өтті. Бұл кезең оның мінезін шыңдап, өмірге деген көзқарасын қалыптастырды. Әскерден абыроймен оралған соң Мұхамедғали атамыз туған еліне қайта оралды. Сол кезде ол өмірінің ең маңызды сәттерінің бірін бастан кешірді. Өз тағдырын, өмірлік серігін жолықтырды. Атамыздың жүрегін жаулап, өміріне шырақ болған жан, біздің аяулы әжеміз Уалиева Күлпаш Кәкенқызы еді. Екеуінің таныстығы үлкен сыйластық пен шынайы сезімнің негізінде басталды. 1973 жылы 3 шілде күні Біржан ауылында ақ отау тігіп, шаңырақ көтерді. Екеуінің бір-біріне деген сыйластығы мен сүйіспеншілігі өмірлерінің өзегі болды. Қиындық пен қуанышты қатар көріп, бір-біріне тірек, жан серік бола білді. Осы ынтымақ пен мейірімнің арқасында дүниеге 5 перзент келді, 1 қыз және 4 ұл. Өкінішке орай, тұңғыш қыздары Махаббат есімді сәбилері бар болғаны 9 айлық кезінде ауыр дерттен көз жұмды. Бірақ оның есімі мен естелігі ата-әженің, бүкіл әулеттің жүрегінде мәңгі сақталып қалды. Атамыз бен әжеміздің өмірі шынайы махаббат пен сабырдың, сыйластық пен мейірімнің үлгісі. Осындай ата-анадан тараған ұрпақ бүгінгі күні сол құндылықтарды жалғастырып келеді. Өкінішке орай, атамыз балаларының өз шаңырағын көтеріп, өмірден өз жолдарын тапқан сәтін көре алмады. Дегенмен оның еңбегі мен мейірімі, отбасыға деген сүйіспеншілігі ұрпағының жүрегінде мәңгі сақталып қалды. Артында өмір жалғастыратын 4 ұл қалды. Бүгінде олардың әрқайсысы өз отбасын құрып, берекелі шаңырақ иесіне айналды. Атамыздың өмір жолы мен өнегесін бүгінде 7 немересі жалғастырып келеді. Әрбір немере атасының рухын және ізгі қасиеттерін бойына сіңіріп өсіп келеді. Атамыздың есімі мен рухы жүрегіңізде мәңгі, жаны жәннатта, рухы бізбен бірге болсын.